Сәлеметсіздер ме студенттер? Мен Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің математика пәнінің оқытушысы Утегенова Айнұр Төрәхметқызы. Сіздердің назарларыңызға кері функция тақырыбындағы сабақты ұсынамын. Бүгінгі сабақтың мақсаты кері функция анықтамасын білу және берілген функцияға кері функцияны табу, өзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиетін білу. Сабағымызды бастамас бұрын функция анықтамасын еске түсіріп алайық. X жиынындағы X-тің әрбір мәніне Y жиынының нақты бір Y мәнін сәйкес қоятын ереже немесе заңдылық функция деп аталады. Яғни берілген X сандар жиынының әрбір X элементіне қайсы бір F заңдылығымен жалғыз Y саны сәйкес қойылса, онда X-ке тәуелді Y-тен болады X-тен F сандық функция берілді деп есептейміз. Кері сәйкестікті қарастырайық. Y мәндер жиынынан Y элементіне функцияның анықталу облысынан бір ғана жалғыз X элементін сәйкестендіретін G заңдылығы табылса, онда X-тен F функциясы қайтымды функция деп аталады. Келесі видеоға назар аударайық. Y тең 2x сызықтық функциясын қарастыралық. Егер x-тің мәні 9-ға тең болса, онда y 18-ге тең болады. Берілген функцияға тән тәуелділікті кері өрнектеуге болады. Ол үшін y-тің орнына x-ті қойып, кері ретпен амалдарға кері амалдар қолдану керек. Егер y 18-ге тең болса, онда x 9-ға тең болады. Біз y-ті 2-ге бөлеміз. Себебі функция x-тің мәнін 2-ге көбейтеді. Егер функция y-тің x-ке тәуелділігін көрсетсе, онда x-тің y-ке тәуелділігін көрсететін функция кері функция деп аталады. Y тең ax сызықтық функциясын қарастырайық. Бұл жерде a 0-ге тең емес кез келген сан. Ол y-тің x-ке тәуелділігін көрсетеді. Кері функция x-тің y-ке тәуелділігін көрсетеді. Олай болса біз x пен y-тің орнын ауыстырайық. x ay-ге тең болады. Бұдан шығар қорытынды y тең a-дан 1x функциясы y тең ax функциясына кері функция болады. Мысалы, y тең 2-ден 1x функциясы y тең 2x функциясына кері функция. Шынымен де y тең 2x функциясының аргументі 2-ге тең болғанда, мәні 4-ке, аргументі -3-ке тең болғанда, мәні -6-ға тең болады. Ал y тең 2-ден 1x функциясының аргументі 4-ке тең болғанда, мәні 2-ге, аргументі -6-ға тең болғанда, мәні -3-ке тең болады. Y мәндер жиынынан Y элементіне функцияның анықталу облысынан бір ғана жалғыз X элементін сәйкестендіретін G заңдылығы табылса, Y тең болады X-тен F функциясы қайтымды функция деп аталады. Y тең болады X-тен F қайтымды функциясына, X тең болады Y-тен G, немесе Y тең болады X-тен F -1 дәрежесіндегі кері функция анықталады. Кері функцияны құрастыру алгоритмі. Бірінші, Y тең болады X-тен F формуласынан X-ті Y арқылы өрнектейміз. Екінші, шыққан X тең болады Y тең G теңдікте тәуелді айнымалыны Y аргументті X арқылы алмастырамыз. Яғни X-ті Y-ке, Y-ті X-ке алмастыру керек. Бірінші мысал қарастырайық. Y тең болады 3x қосылған 5 функциясына кері функцияны анықта. Шешуі Y тең болады 3x қосылған 5. X-ті Y арқылы өрнектейміз. 3x тең болады Y -5. Бұдан x-ті табу үшін y -5-ті 3-ке бөлеміз. Яғни x тең болады 3-тен y -5. X және y айнымалыларының орнын алмастырамыз. Y тең болады x -5 бөлу 3. Яғни берілген функция y тең болады 3x қосылған 5, ал кері функция y тең болады x -5 бөлу 3. Екінші мысалға назар аударайық.
Ir тең болады 2x қосылған 6 функциясына кері функцияны анықта. X және y, x-ті y арқылы өрнектейміз. 2x тең болады y минус 6. Бұдан x-ті табу үшін y минус 6-ны 2-ге бөлеміз. X тең болады y минус 6 бөлу 2. X және y айнымалыларының орнын алмастырамыз. Y тең болады x минус 6 бөлу 2. Яғни берілген функция y тең болады 2x қосылған 6, ал оған кері функция y тең болады x минус 6 бөлінген 2. Төмендегі сұраққа ойланып көріңіздер. Берілген функция мен оған кері функцияның анықталу облысы мен мәндер жиыны қалай байланысқан? Өте жақсы. Яғни берілген функцияның анықталу облысы кері функцияның мәндер жиынына, ал мәндер жиыны анықталу облысына ауысады. Екінші сұраққа назар аударайықшы. Кез келген функцияға кері функция табуға болады ма? Өте жақсы. Егер берілген аралықта функция қайтымды болса, яғни 1x-ке бір ғана y, керісінше 1y-ке бір ғана x сәйкес анықталса, онда берілген функцияға кері функция анықталады. Үшінші мысалға назар аударайық. Y тең болады x куб функциясына кері функция анықта. Y тең болады x куб функциясының анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, мәндер облысы барлық нақты сандар жиыны. Функцияның графигіне назар аударайық. Функцияның графигінде барлық анықталу облысында 1x-ке 1y-ті мәні 1y-ке 1x-ті мәні сәйкес келіп тұр. Яғни минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығында y тең болады x куб функциясы қайтымды функция. Барлық анықталу облысында берілген функцияға кері функция анықталады. Сондықтан y тең болады x куб функциясына кері функция табылады. Y тең болады x куб, x және y айнымалыларының орнын алмастырамыз. X тең болады y куб. Y-ті x арқылы өрнектейміз. Y тең болады үшінші көрсеткішті түбір астындағы x. Берілген функция y тең болады x куб, ал оған кері функция y тең болады үшінші көрсеткішті түбір астындағы x. Тең болады x куб минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығында барлық анықталу облысында өспелі. Y тең болады x куб функциясына кері функция y тең болады үшінші көрсеткішті түбір астында x функциясы да минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығында өспелі. Функцияның графигіне назар аударайық. Y тең болады x куб функциясы, оған кері функция y тең болады үшінші көрсеткішті түбір астында x. Екі функцияның графигі y тең болады x түзуіне қатысты симметриялы. Бұдан шығатын қорытынды өзара кері функциялардың қасиеттері. Бірінші y тең болады x-тен f функциясы аралықта өспелі кемімелі болса, оған кері функция осы аралықта анықталады және осы аралықта өспелі кемімелі болады. Екінші өзара кері функциялардың графиктері бірінші және үшінші координаталық шеректердің биссектриссаларына y тең болады x түзуіне қатысты симметриялы болады. Төртінші мысалға назар аударайық. Берілгені y тең болады x квадрат функциясы. Y тең болады x квадрат функциясының анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, ал мәндер облысы 0-ден плюс шексіздікке дейін. Функцияның графигіне назар аударсақ, 1x-ке 1y-ті мәні сәйкес келіп тұр, алайда 1y-ке мысалы 4 санына 2x-ті мәні сәйкес келіп тұр. x1 минус 2-ге тең, x2 2-ге тең. Яғни минус 2-ның квадраты 4-ке тең, 2-ның квадраты 4-ке тең. Сонда 1y-ке 2x сәйкес келіп тұр.
яғни барлық анықталу облысында берілген функция қайтымды емес. Түгел анықталу облысында берілген функцияға кері функция анықтай алмаймыз. Бірақ мәндер облысына сай 0-ден плюс шексіздік аралығын қарастыратын болсақ, берілген аралықта функция қайтымды. Сондықтан 0-ден плюс шексіздік аралығында берілген функцияға кері функция құрастыруға болады. Y тең болады x квадрат. Y және x айнымалыларын орны алмастырамыз. X тең болады y квадрат. Y-ті x арқылы өрнектейміз. Y тең болады түбірасты x. Енді графикке назар аударайық. Берілген аралықта 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта y тең болады x квадрат функциясының графигі өспелі. Оған кері функция y тең болады түбірасты x функциясының графигі де өспелі. Y тең болады x квадрат және y тең болады түбірасты x функцияларының графигі y тең болады x түзуіне қатысты симметриялы. Студенттер, сіздерге сәттілік тілей отыра, сабақты бекіту мақсатында төмендегі тапсырмаларды ұсынамын. Бірінші тапсырма бойынша сіздер берілген функцияға кері функцияны анықтап, олардың графигін салыңыздар. Екінші тапсырма берілген y тең болады x квадрат қосылған 1, x артық және тең 0 болған жағдайда функцияға кері функцияны табыңдар.